Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен географиялық деректер базасы тақырыбын өтеміз. Сабағымыздың мақсаты Microsoft Excel бағдарламасының қолданысымен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру. Географияның өткен курстарынан географиялық деректер қорын құруда ақпаратты-коммуникативті технологиялар қандай рөл атқаратынын еске түсіріңіз. Файлды сақтаудың қандай түрлері болады? Ақпарат, информатика, ақпараттық технология қазіргі заманғы қоғамның қажеттілігін, нақты тіршілікті сипаттайтын ұғымдар. Үнемі даму үстіндегі қоғамның күнделікті өмірі осы ұғымдарға тәуелді. Ақпараттық технология дегеніміз көптеген жаңалықтарға толы, тез өзгеріп отыратын орта. Қазіргі заманда информатиканың рөлі жоғары. Ақпараттық қоғам индустрияландырудан кейінгі қоғам терминінің синониміне айналды. Информатика теориясы. Ол математикалық әдіспен ақпараттың сандық өлшемдерін және оны таратуды зерттейтін кибернетика саласы. Қоғамның ақпараттануымен әртүрлі ақпаратты сақтау және қолдануда магниттік, лазерлі, оптикалық тасымалдау түрлері өмірімізге енді. Электронды ортаның қалыптасуы, білім, ақпарат, оларды электронды коммуникация желілерімен тасымалдау жұмыс процесіне жаңалықтар енгізді. Информатиканың жаңа кезеңінде сараптаушы жүйелерді ұйымдастыру және жасанды ақыл-ойды үлгілеу мәселелері тұр. Міне сондықтан қоғамның ақпараттану жағдайында ақпараттық әдістерді, жалпы мәдениет, білім элементтерін меңгеру үлкен маңызға ие болып отыр. Осы тұрғыда геоинформатиканың қалыптасуын қарастыру керек. Геоинформатика дегеніміз географиялық ақпаратты сипаттау әдісі ретінде анықтамалық, библиографиялық көрсеткіштер, реферативті журналдар, атластар, тағы басқаны дәстүрлі тәсілдердің ұзақ эволюциясы нәтижесінде қалыптасты. Геоинформатика ғылым ретінде географиялық ақпаратты алу, жинақтау, жіберу, өңдеу, көрсету қағидаларын, әдістері мен технологияларын жобалайды. Осындай ақпарат тәсілдерінің дамуын, жаңаруын қамтамасыз етеді. Геоинформатиканы математикалық, картографиялық, қашықтықтан зерттеу әдістерімен тең қоюға болады. Геоинформатиканың дамуы географиялық ақпараттық жүйенің қалыптасуына әкелді. Алғашында электронды есептеуіш машиналар ақпаратты перфокарталар көмегімен өңдеген. Географиялық ақпараттық деректер базасы пайда болып, жаңа геоақпараттық технологиялар енгізіле бастады. Ақпарат электронды желілер, электронды пошта, электронды карталар мен атластар көмегімен цифрлі, мәтіндік, графикалық, картографиялық түрде берілді. Электронды карталар тұжырымдамасы мен оларды дайындау технологиялары елімізде 90-шы жылдардың бірінші жартысында жүзеге асырылды. Қазіргі таңда жекелеген электронды карталарды біріктіріп, жердің компьютерлік үлгісін құрастыру міндеті тұр. Географиялық ақпараттық жүйе. Ол географиялық байланысқан ақпаратты алу құралы, сақтау, өңдеу, деректерді таңдау, жіберу кешені. Геоақпараттық жүйе мақсатына қарай оларды көп мақсатты және мамандырылған деп жіктейді. Тақырыптық бағытталуына қарай жалпы географиялық және салалық деп жіктеледі. Кеңістік масштабы мен қамтуы бойынша өңірлік, жалпы мемлекеттік және жаһандық түрлері бар. Қазіргі таңда дүние жүзінде көптеген геоақпараттық жүйе жұмыс атқарып, жаңадан құрылу кезеңін бастан кешуде. Геоақпараттық жүйе базасы негізінде ғылыми айналымға жаңа мәтін, сурет түрлері енгізіліп, даму үстінде. География зерттеушінің компьютермен үйлесімі негізінде геоақпараттық жүйе әдісі қалыптасты. Геоақпараттық жүйенің географияға жаппай енуі оның барлық салаларын қамтыды. Осы жүйенің арқасында картография қайта құрылды, карталарды қолдан салудан электронды карталарға көшті. Бұл қайта құрылу геоақпараттық картографиялауда көрініс тапты. Геоақпараттық жүйе технологиялары картографиялық проекцияларды, әртүрлі масштабтар мен карталарды біріктіруге, жеңіл өзгертуге мүмкіндік береді.
Геоақпараттық картографиялау салалық және кешенді, аналитикалық және синтетикалық, кеңістіктік қамтуы, бағытталуы, талдау дәрежесі бойынша әртүрлі болады. Оның мақсатты бағыты қолданбалы бағалау және болжау мәліметтерін құрастыру. Қазіргі географиялық зерттеулер геоақпараттық технологиялардың одан әрі жетілдірілуі, компьютерлік талдау, аса зор көлемдегі ақпараттар көлемін өңдеу, жаһандық коммуникация құралдарын кеңінен пайдаланудың әсерін сезінуде. 1996 жылы өткен халықаралық географиялық конгрессте геоинформатика мен оның әдістемелік және техникалық жарақтандырылуына магистралды бағыттар ретінде ерекше көңіл бөлінді. Олар заманауи ғылыми-техникалық революция жетістіктері мен географиялық ғылым жүйесін біріктіруге бағытталды. Қызықты ақпарат. Жаһандық геоақпараттық жүйеге жаһандық деректер базасының ақпараттық ресурсы немесе грид мысал бола алады. Грид жүйесі Біріккен ұлттар ұйымының қоршаған ортаны қорғау бағдарламасы бойынша қоршаған ортаны мониторингілеу аясында ұйымдастырылды. Географиялық деректер базасы. Ол географияның пәндік облысы шегіндегі деректердің байланысқан құрылымдық жиынтығы. Электрондық есептеуіш машинаның сыртқы жадында сақтау және тұрақты пайдалануға арналған. Қазіргі кезде географиялық деректер базасы ақпаратты сақтау мен өңдеуде үлкен рөл атқарады. Географиялық деректер базада елдер мен қалалар туралы ақпаратты, әртүрлі статистикалық деректер мен туристік агенттіктер туралы, көрсетілетін қызметтер, халық және миграциялық ағын, елдер мен өңірлер арасындағы сауда және тағы басқалары сақталады. География сабақтарында оқу мақсатында жалпыға ортақ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint бағдарламаларын пайдалануға болады. Аталған бағдарламаларды оқу процесінде қолдану аясы кең. Оқушылар оларды қорытынды тест, оқушылардың шығармашылық өнімдерін жасау үшін қолдануына болады. Microsoft Excel бағдарламасы. Ол кестелік автоматты есептеу құралы. Кестелерді жасау, редакциялау мен шығару процесінен бөлек, бұл бағдарлама диаграмма құру, сурет салу, деректер базасын құрастыру, олармен жұмыс сияқты пайдалы қызметтерді атқарады. Microsoft Excel есептеу мүмкіндігі кез келген мәтіндік, сандық мазмұндағы деректер, сурет, диаграмма түріндегі құжаттармен жұмыс істейді. Бұл бағдарлама тек бір электронды кестемен емес, беттерден тұратын кітаптармен жұмыс істейді. Ақпараттық технология география сабақтарында кеңінен қолданылады. Microsoft Excel бағдарламасы көмегімен өңделген статистикалық ақпаратты қолданып, география сабақтарын қызықты етіп өткізуге жол ашады. Компьютерді сабақта таныстырылым, диаграмма, кесте, Word мәтіндік нұсқада тестілерді, бейнефильмдерден үзінді көруге, сонымен қатар электронды құжаттарды, электронды энциклопедия, интерактивті жаттықтырушылар, тарихи мәліметтермен танысуда қолдануға болады. Бүгінгі тақырыпты бекіту үшін мен сендерге келесі сұрақтарға жауап беруді ұсынамын. Бірінші сұрақ: географиялық байланысқан ақпаратты алу құралы, сақтау, өңдеу, деректерді таңдау, жіберу кешені қалай аталады? Дұрыс, географиялық ақпараттық жүйе. Келесі сұрақ: географиялық деректер базасы дегеніміз не? Дұрыс жауап: географияның пәндік облысы шегіндегі деректердің байланысқан құрылымдық жиынтығы. Электрондық есептеуіш машинаның сыртқы жадында сақтау және тұрақты пайдалануға арналған. Келесі сұрақ: географиялық деректер базасының атқаратын рөлі қандай? Дұрыс, ақпаратты сақтау және өңдеу. Және де соңғы сұрақ: кестелік автоматты есептеу құралы қалай аталады?
Кестелік автоматты есептеу құралы Microsoft Excel деп аталады. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Қош, сау болыңыздар, балалар.